Қалай сенің видеоның сапасын бір ғана құралмен бірнеше есе арттыруға болады? Осы видеода соны көрсетемін. Сондықтан соңына дейін қара. Жағдай былай, сен даладағы съемкаға келдің. Дала деген шатынап былай күн шығып тұр. Саған картинканы әдемі қылу үшін, максимально пересет қылмау үшін выдержканы 1/1000, арға кетіп атып 1/800. Диафрагмаң деген максимально тұр, F22, F20, онда да пересет болып тұр. Соның диафрагманың жабықтығына, выдержканың үлкендігінің кесірінен сенің камераң настройкасы кинематографиялық настройкаға сәйкес келмегендіктен, заңдылыққа сәйкес келмегендіктен, әрине картинкасы кинематографиялық болмайды. Бәрі слишком плоско, және қозғалыс кезінде андай дергенный болып тұрады әрбір картинкаң. Ол көрерменнің көзіне әдемі емес көрініп, көзін жалықтырып жіберуі мүмкін. Соның кесірінен қазіргі замандағы адамдар видеоны соңына дейін қарамайды, сенде просмотр болмайды, сенде лайк болмайды. Соның кесірінен сенде мотивация болмайды келесі видеоны түсіруге. Мен де бүгінге дейін сіздер сияқты бұндай жағдайды бастан өткердім. Және бұл проблеманың шешімі менде ND фильтрі болды. Жалпы ND фильтр дегеніміз не? Және ол сіздің камераңыздың, жалпы видеоңыздың сапасына қалай әсер етеді? Міне, менің қазір осы видеода менде мына жерде ND фильтр жалғанып тұр. Видео съемка басталамай тұрып, мен осылай бұрып салып қойғанмын объективтің кольцосына. Қазір мен мұны алып тастасам, көрдіңіздер ме, қалай дала яркий, түк көрінбейді, және видео нашар болып кетті. Ал былай қойсам, қалай әдемі болады. Енді ND фильтрді не үшін керек сіздерге түсінікті шығар. Мен осыдан бірнеше күн бұрын өзімнің съемкамда дала осындай жарық болды, және курс тұру керек болды. Ол кезде мен әдемі кадр болу үшін жаңағы кинематографиялық заңдылықты қолданып, настройканы қойдым. Ол жерде FPS 25, 24-25, одан кейін сол заңдылық бойынша выдержка FPS-тен тура 2x пен көбірек болды, және 25 болғандықтан менде 1/50 выдержкасы болды. Және менің объективім Tamron 17-28, бұл жердегі артта әдемі размытие болу үшін мен өзінің максимальный диафрагмасы 2/8 диафрагманы қолдандым. Бірақ қолдаған кезде осындай жарық күнде жаңа мен ND фильтр алып тастадым ғой, сол сияқты яркий болды. Ал ол кезде менде бұл құрал болған жоқ. Сондықтан мен не істедім? Пересветті алып тастау үшін барынша диафрагманы максимально ойдым F20, F22, бірақ сонда да пересвет әлі болды. Выдержканы 1/50-ден 1/500, 1/800-ге дейін көтеру керек болды. Сондықтан менде екі проблема пайда болды. Арттағы размытие кетіп қалды, және менің изображением, менің картинкам плоский болып қалды. Бүкіл жері фокусе болды. Және ол әдемілікті құртады. Екіншіден, мен кинематографиялық заңдылықты бұзғаннан кейін, выдержканы бірнеше есе көбейткеннен кейін, яғни 1/500, 1/800-ге дейін, бұл жердегі, мысалы менің қазір қолымды көріп тұрсыздар ғой, размытияны. Сіздер менің қолымда қанша саусақтың анық несін көріп тұрсыздар, бұлдыр-бұлдыр болып тұр. Ал мен выдержканы көбейтем қазір 1/500-ге, 1/800-ге, мен қазір көрсетейінші сіздерге. Қара, мен азайтып тастадым ND фильтрді. Енді қазір қараңыз, выдержка қостым. 1/800-ге қойдым. Көрдіңіздер ме, қалай дергенный. Әрбір саусағымды көріп тұрсам, және бұл көзге андай жаман болып, не очинский болып көрінеді. Сондықтан бұл кинематографиялық заңдылыққа жатпайды. Ол үшін біз істейміз, жаңа сіздің FPS-іңіз 25 болса, оны 2x-ке қойып, яғни 1/50-ге қоямыз. 1/50-ге қойдық. Яркий болып тұр. Менде диафрагма 2/8, соны ND фильтрді қолдансаңыз, бәрі әдемі болады. Бәрі әдемі болады. Енді кезекте мен қандай ND фильтр сатып алғаным туралы айтамыз. Бұл жерде мен KNF Concept фирмасының ND плюс SPL, яғни поляризационный фильтрі қосылған біреуінде фильтрін сатып алдым. Толық атын мына жерге жазып кетем қазір сіздерге. Менде өзімнің камерам, менің камерам Sony A7 S3, объективім Tamron 17-28 full frame. Менде жаңағы объективтің резбасы диаметрі 67 мм. Бірақ мен сатып алған ND фильтрім 82 мм. Оны
тоже KNF концепттің переходинг арқылы 67-тен 82 сақинасына ауыстыратын переходникпен салып қойдым. Неге мен үйттім? Өйткені қазір мен 67 мм-дегі эндофильтрді алып, арнайы менің объективімді алатын болсам, кейін келешекте басқа объективтер алатын болсам, немесе съемка кезінде басқа объективтерді арендаға алатын болсам, ол жерде көбінесе 82 мм немесе 77 мм болуы мүмкін. Сол кезде мен осы фильтрді оларға қолдана алмай қаламын. Например, менде қазір широкоугольный объектив 17-28 өзіме портретный объектив 24-те, Sigma 24-те 7 алғым келсе, оның диаметрі 82 мм. Ал мен қазір 67 мм эндофильтр алған болсам, оған отдельно тағы 82 мм эндофильтр алу керек болады. Ол маған артық шығын. Және оған тағы эндофильтрді ауыстырып жүру керек боламын. Қазіргі кезде объективтердің самый танымал сақиналары олар 82 және 67 мм. 77 мм дегеніміз ол ескі зум объективтерді қолданады. Қазіргі заманауи ашық диафрагмалы объективтер 82 мм қолданады. Сондықтан мен сол диаметрдегі сақинадағы эндофильтрді алдым. Так, менің сатып алған эндофильтрім енді 4-тен енді 64-ке дейін. Бұл әрбір 2 энді сайын ол стоп деген сөз. Стоп дегеніміз жаңағы жарықтың өлшемі. Қаншалықты жарық сенің изображениеңе, картинкаңа түсіп тұр деген сөз. Бұл жерде менде 2 стоптан 6 стопқа дейінгі разница. Бірақ осы 64-ке дейінгі 6 стоптық эндофильтр маған күндізгі съемкаға жетеді деп ойлаған, бірақ мен мысалы 5 стопқа қойып тұрмын, уже маған слишком яркий болып тұр и жетпей тұр. Оған қоса SPL, яғни поляризационный фильтрі бар. Ол мысалы машинадағы, әйнектеріндегі, очкидағы, терезелердегі, судың бетіндегі отраженияларды артық отраженияларын алып тастайды. Артық отраженияларын алып тастау арқылы видеоның әдемілігін жақсартады. Енді неге мен осы 2 эндофильтр мен SPL фильтрді бірге 2 в 1 қылып алдым? Өйткені бұл жерде мен егер бөлек-бөлек алатын болсам, ол бірінің үстіне бір тағылып, оны шешу қиын болып, қайттан кигізу керек, шешу керек, уақытты көп алатын болады. Ал екеуі біреуінде болса, мысалы, біреуінің өзінің кілті бар, кальциясы сақинасы, біреуінің өзінің кілті бар. Бір фильтрде болса, екеуін бір моментте өзгерте салуға болады, 1 секундтың ішінде. Мен сатып алған KNF эндофильтрім осындай қорапта жүреді. Осындай қорапта сатып алған кезде сыртына пленка болады, ол пленка соны жыртсадым. Ашасыз, ішінде өзінің арнайы күнделікті тасып жүретін осындай сумкасы болады, кішкентай, магнитті. Магнитпен ашылады, магнитпен жабылады. Көрдіңіздер ғой? Ішінде жібі бар. Мен эндофильтр тағылып тұр ішіне. Эндофильтр алу үшін былай көтере саласыз. Қолыңыз салып, әйнегін қолыңыздың отпечаткаларымен бұлғаудың керегі жоқ. Осымен салынады, ена жіптарды саласыз, өзі шығады. Менің ойымша осының сыртындағы қаптамасы өте ыңғайлы алып жүруге және сызықтардан, әртүрлі сынулардан жақсы қорғайды. Эндофильтрдің өзіне келетін болсақ, бұл жерде сыртқы келбетінде 2 қолға саусақпен бұруға ыңғайлы болатын қызғылт түсті 2 бұрмасы бар. Бұл 2 бұрма эндофильтрдің стоптарын өзгертуге көмектеседі. Бұл жерде мысалы мен максимально қоям, ашам. Максимально қоям, ашам. Мен өзімдікіне қойып алайын. Так, одан кейін мына жерде 2 қолға қоятын өзінің сызылған тағы да бір отметкалар бар. Бұл жерде SPL-ді өзгертуге болады. Менің ойымша сыртқы келбеті де өте әдемі. Сіздің камераңыздың сыртқы келбетіне, профессионализмге бірде-бір плюс. Салмағы өте жеңіл, қатты әсер бермейді камераны ұстап жүрген кезде. Камераға орнату үшін бірінші сізді қолданатын объективтің диаметрін біліп алу керексіз. Менің қолданатын объективінде 67 мм. Немесе 67 мм-лік эндофильтр аласыз, немесе өзінен үлкен жаңа мен сияқты 82 мм-лік эндофильтр аласыз. Бәрінің қағидасы бірдей. Бөтелкенің крышкасын бұрағандай эндофильтрді объективке бұрай саласыз. Жаңағы өзінің ішінде объективтің арнайы кілттері болады, арнайы тістері болады, резбалары. Соған бұрай саласыз. Бұл жерде ешқандай алып салудың қиындығы жоқ. Сапа жағынан мен осы эндофильтр сатып алғанға дейін, ал сатып алғаннан кейінгі айырмашылығы өте орасан зор. Сіздерге қазір әртүрлі видеолар көрсетемін. Бұл жерде эндофильтрмен түсірген кезде сапасы жақсара ма, немесе видеоның картинкасы әдемірек көріне ме деген сұраққа жауап айқын сияқты. Өйткені эндофильтр қолдансаңыз, сіз камерада кинематографиялық настройкаларды, баптауларды қолданасыз, ал
камерада кинематографиялық баптауларды қолдансаңыз, әлбетте әдемі және мощный кадр шығады. Әрине сіздер ойлағанда бұл ND фильтрде бәрі идеально, бәрі жақсы емес. Бұл ND фильтрдің да кейбір кемшіліктері бар. Дәлірек айтсақ, переменный, яғни ауыспалы ND фильтрде жаңағы ND2-ден ND6-ке дейін стоптардың бір мезетте ауысуының кемшілігі, егер сіз максималды тұрғыда бұл ND фильтр жабатын болсаңыз, бұл жерде виньетка пайда болады. Виньетка деген шет-шеттері қараңғы болып кетеді. Бұл виньеткадан сіз кейін монтаж кезінде де құтылу қиын болады. Сондықтан, егер осы ауыспалы переменный ND фильтр қолданатын болсаңыз, бір стопқа артқа қойыңыз. Мысалы, менде 6 стоп болса, мен максимально 5-ке дейін ғана қолданамын. 6-ға қойып қойсам, жан-жағында виньетка пайда болып, ол сіздің картинкаңызды бірақ қылдырады. Келесі кемшілігі, ол арзан ND фильтр қолданатын болсаңыз, оның әйнектері сапасыз немесе арзан сападағы болады. Ол сіздің видеоңыздың картинкасына қатты әсерін береді. Өйткені арзан әйнек болғаннан кейін ол сіздің камераңызда баланс белого настройкасын құрып тастайды. Яғни картинкаңыз немесе жап-жасыл, немесе қып-қызыл болады. Сондықтан барынша ND фильтр сатып алған кезде қымбатырақ, жақсы сападағы, жақсы әйнектің сапасы жақсы болған ND фильтрді таңдаңыз. Менің ND фильтрімде осы екі кемшіліктің біреуі бар, жаңағы виньетка. Ал баланс белого, яғни түстің өзгеру кезінде қатты айырмашылық көре қоймадым. Және айта кететін маңызды жайт, видео түсірер алдында бірінші ND фильтр тағып, сосын барып баланс белованы настройкасын келтіріңіз. Өйткені сіз ND фильтрсіз настройканы келтіріп алсаңыз, потом барып ND фильтр тақсаңыз, сіздің камераңыздағы баланс белого ауытып кетеді. Және бұл ND фильтр тек камера, объективтер ғана емес, телефон, мобилографиямен айналысатын мобилографтарға да керек, дронмен түсіретіндерге дронмен де керек. Қандай видео түсіретін камера бар, соның бәріне негізі ND фильтр керек. Керек болған себепті қазіргі нарықта кез келген маркетплейсті, кез келген Google-да ашсаңыз, әрбіріне арналған өзінің ND фильтрі бар. Ал енді қорыта келе сізге тура менікіндей модельдегі, менікіндей фирмалық ND фильтр керек пе, оны өзіңіз шешесіз. Өйткені әркімнің ситуациясы әрқалай, әркімнің камерасы әртүрлі, әркімнің бюджеті әртүрлі, әркімнің объективді әртүрлі болуы мүмкін, задачасы әртүрлі болуы мүмкін. Осы видеоны соңына қарағандарыңызға бәріңізге алғысым шексіз. Видеоның басында айтқандай, видеоларыңыз сапасын бірнеше есе көтеруге көмектесті деп ойлаймын. Сіз өзіңізге қандай ND фильтр алғалы жатсыз, немесе қандай ND фильтр сатып алдыңыз, комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіз. Онымен қоса каналға тіркелуді ұмытпай, өйткені мен бұл каналда видеоға, съемкаға, техникаға байланысты әртүрлі пайдалы және қызықты ақпараттар айтатын боламын. Видеоға лайк бас және түсірілім сапасын шыңдағысы келіп жүрген досыңмен бөліс. Есіңде сақта, сенің видеоларың әдемілігі сенің қымбат техникаңа байланысты емес, ол сенің шеберлігің мен тәжірибеңе байланысты. Келесі видеода кездескенше.